Қарасақ жұмыр жердің картасына, жер жетпес біздің елдің тау тасына. Бұл өлкені қимаймыз табиғаттың сілтен семсер балтасы да. Бүгін тағы кеп тұрмыз жақсылыққа, көз көрген жақындардың ортасына. Албандардың бұл той айрықша той, жай тойлар өтіп жатыр қанша сірі. Дәл осындай ұрпақ сүйген қуаныш жұғысты болсын дейміз. Сәбет ата әулетінің ағайын туыс бауыр туған жекжат жұрат дос жарандарының баршасына той жұғысты болсын. Тойларыңыз той қыласын, қуаныштарыңыз құтты болсын. Үлкеннің мыңына бергенше, баланың біріне бер, қуанса бала қуансын дейді біздің қазақ. Бүгінде бүлдіршініміздің болашағының жарқын болмағына жақсылардың басын біріктіріп баталып жатырмыз. Барлық тілектердің барлығын Құдай қабыл етсін дейміз. Жақсылыққа жаршы болған жақсылардың да әулетіне той көруді Құдай нәсіп етсін. Антрактіде босаған орындар болса, алып жеп отырыңыздар. Біз сіздердің құрметтеріңізге екінші кезеңінде бастамасын әдемі әнмен бастаймыз. Антрактіде апайларыңмен билей алмай қалдық деген ағалардың арманын Ермек Әшімбаев орындайды. Вай жігіттер!
сүйгенімен билет деген ойдамыз. Жайғасайық, қуаныштарыңыз құтты болсын, төрлетің. Тарихы тектіліктен тамыралған ұлдарының көкбөрі бәрі дарлан. Қоланшаш қобыз бөксе қыздарының қылығының тәттеді дәмі балдан. Хантауды жайлай қонған Албан елі, осында отыр бір шама ауыл-аудан. Албанның бас батыры Райымбек, хас батырын қалмақтың шауып алған. Балалары бүгінде бақытты боп, жақсылықтың кілтін тауып алған. Дүниеге ұлы келіп шын қуанған, тойларың құтты болсын, қалың алға! Рахмет, қуаныштарыңыз құтты болсын. Адам мың жасамайды, ұрпағымен мың жасайды дейді біздің қазақ. Бір баласы бардың шығар шықпас жаны бар, екі баласы бардың сәл-пәл ғана халі бар. Үш баласы бардың үш рулы елде малы бар, төрт баласы бар адамның төрт құбыласы тең болар, 10 баласы бар адам қол бастаса жөн болар дейді. Құдай ерлатайларыңызға қол бастайтын қуат берсін, ұрпағы өсіп, көпшілікпен атқаратын қуанышы көп болсын. Қоз сөз қой болсын, құлын өсіп, тай болсын, ұлы өсіп, той болсын ағайын осы әулетті қуанышы. Рахмет, дәмнен алып отырыңыздар, басына бұлт қондырған, баурайына жұрт қондырған, топырағына шық, жапырағына шық, топырағына құт қондырған, қасиетті Саржаз өңірінің жақсылық қуанышы ортаймасын дейміз. Сонымен Руфет әдеміздің достары, кластастары, ауылдастары дейді, және Ерланның достары деп жазылған екен. Әкімбек Мира, Жомарт Айгүл, Майгүл, Ержан Майнұр, Қанат Әлия, Бөкен Рысбек, Сәлима Әмина, Манат Батай, Ермек Зоя, Санат Күләш, Мақсат Меруер, Нұрлан Алмагүл, Талғат Галя, Берікжан Мира, Айдос Салданат, Талғат Бота, Ернат Болат, Перизат, ауыл азаматтары Сартобаяға, Тоня Тәте, Самат Алмагүл, Ринат Жұлзай, Ерлік Бақтай, Дидар Айгерім, Жандос Назым, Мағжан Әмина, Темірлан Толсынай, Нұрхан Ақжелен, Олжас Әлел, Мағжан Алтынай, Абылайхан Шыбайы мен Тілекжан, Ерлан мен Аңсағанның барша достары. Ал мархабат, бүгін баламыздың кішкентай немерелердің туған күні құтты болсын. Үрпіш Беке, міне екі баламның Ерланның кішкентай үлкен азамат болып өссін, ені сау болсын, тойдан тойға жолға барайық, аман болайық. Ассалаумағалейкум, тойшылығым, тойларыңыз құтты болсын. Біздің Берік дос пен Үрбияның көптен күткен жақсылық енді. Берік Үрбия тойлары құтты болсын енді. Мына кішкентайларың бауы Берік мықты бір үлкен азамат болсын. Бағадан бері үлкен кісінің айтып жатқан тілектеріне қосыламыз. Той құтты болсын. Ассалаумағалейкум. Үлкен кісі бүгін Берік пен Руфияның көптен күткен қуанышты тойына жиналып отырсыздар. Тойларың құтты болсын, Берік, Руфия. Немерлерің бауы Берік болсын, дені сау болсын, үлкен азамат болсын. Бағадан бері айтып жатқан үлкен кісінің бата тілектері қабыл болып, осы үйде әрқашан тойға, қуанышқа жиналайық. Дастархандарың әрқашан жақсылыққа жайылсын. Үлкен азамат болсын, Ер Мұхаммед, елдің баласы болсын. Тағы да кім сөйлейді? Қайырлы күн, құрметті той қонақтары, келген қадамдарыңызға нұр жаусын. Беке Үрфия, кішкентай батырымыздың бауы Берік болсын, үлкен бір елдің қорғаны болар, азамат болсын, мәуелі байтерек болыңдар. Адам ұрпағымен мың жасайды дейді ғой.
үрпеке болмасы ұрпақтарыңмен көбейіп, еліміз, ел жұртымыз аман, еліміз аман, жұртымыз тыныш, осындай тойдан айырмасын. Ұрпағың көбейе берсін. Ал енді. Ассаламалейкум, тойшыл қауым. Ал енді берік Руфия. Той құтты болсын. Құдай денсаулық берсін сендерге. Ауырмай, осы балачаның қызығын көріп чапқылап жүре бересіздер. Рахмет айтқаныңыз келсін. Ерлан достарынан жастың тілеуі жақсы деп. Құрметті қонақтар, Берік аға, тәте, Ереке қайда Ерек? Ереке, Ақыш, мына кішкентайымыздың жасы ұзақ болсын, аман есен болсын. Ереке өзің сияқты палуан болсын, тіршілікке өте мықты жігіт болсын сен сияқты. Тек жақсылық болсын, осы шаңырақтан той кетпесін. Ерекеңнің туған күні мен менің туған күнім арасы 4 күн. Осы кішкентайлы болып, мен екеуміздің балаларымыздың арасы 4 күн. Соны келесі жыл екеуміз ақылдасып, Алла бұйырса бір жасын Ерекеңнің үйінде тойласақ деп тұрсың. Құтты болсын. Рахмет айтқандарың келсін. Ерекең үйіне келген кезде Бекең достар отырып базар болып жүрмеймін. Өзіміз тойлай береміз ау деймін, боқап жүрмесін. Қуаныштарыңыз құтты болсын. Қадірлі күндер, жақсылық ортақ деп тұрған жандарыңыздан жақсылық кетпесін, қуаныш кетпесін, той қыласын дейміз. Жиналып тұрып тарихи күннен бір таспа қалдырыңыздар. Естелік суретке түсейік. Ермұхаммедтің бесік тойындағы деп айта жүреді. Ал жастар бір фото, үлкендер бір би кеттік маэстро. Биле, саржан той құтты болсын. Рахмет! Достар, тілектеріңіз қабыл болсын. Мына жақтың чайнектері бір түрлі отқан. Кәлді көңілдері күштай тұр аға. Той құтты болсын. Жай ел жүзді айтып жатыр ғой. Құдай береді, адам бейіліне береді, Аллаға шүкір. Армандап жеткен, аңсап жеткен біздің Ермұхаммедіміз де бейілдің алдында қуанып жатырмыз. Сол бір қуанышты көргіміз келеді. Енді әдемі, тойдың қалай өткен тамадаға байланысты дейді. Өтірік әңгіме.
әр күні әртүрлі той басқарудың бәрі бір сценариймен өтіп жатыр ғой шындығына келген кезде. Бірақ әртүрлі өтеді, адам пейіліне қарай. Енді күліп бір қуанып жүрсеңіздер, қуанышты өтеді. Берік ағам сияқты жүрсеңдер, Берік ағам түрі кішкене өз үйде тұрудың ба? Трансформаторға тық жинай ма деген сияқты. Бір көтерік ағам, көңіл күйді көрсетейік. Ағайын туыс қолдасып қошеметтесін, бір Ермұхаметті аңсап жүріп бір немерелі болған адам сияқты төрге бір барып қайтып келіңіз. Жақсы ма? Қарсы алыңыздар. Сіздерді құрмет қошеметтеріңізбен дүбірлі тойдың алаңына тойдың бас продюсері, бүгінгі кештің ең басты кейіпкері, алдарыңызда Ермұхаметтің атасы Берік! Бидің өзі адамның мамандығына жата қала ма деймін кәдімгі. Столапым қайсың барсың деп тұр ағам. Ағашпен тарт, ағашпен деп тұр ғой кәдімгі. Молодец, аға молодец. Вот настроение осындай ғой, той иесі настроение. Күліңіз аға жанмешін. Не болды, нормально деп отқан? Әлі кондиционаған жоқ, күліп тұрамыз қазір. Дүрбек құдай қаласа. Той құтты болсын, Руфия тәтті. Жанмешін, енді Руфия тәттің мінезі осы еді. Жамиып қана, енді ағама көрсеткен құрмет тәтеме көрсетуге лайық шығар, дұрыс па? Бақ құдайдан, бап жұбайдан. Ағамның бабын келтіріп, құдайға шүкір, ұрпағын өсіріп, бүгінде немерені өз құшағына қысып көтеріп келіп, қазірдің өзінде не болып тұр екен деп бір ой сояқта тұрған бүгінгі кештегі аяулы әже Ермұхаметтің абасы Руфия құтты болсын, Руфия тәте. Енді сізде Берік ағаға қосып ойнататын Ермұхамет бар енді құдай қаласа. Жүзіне шығып тұрған осы бір бақыт қой. Бір құдірет бізді өмірге жолдайды. Біз өмірді түсінбейміз, сол қайғы. Туа сала таудай бақыт күтеміз, ал шынында бақыт үлкен болмайды. Лүпілдеген тамырындай шекенің, жеке сағат, жеке тәулік, жеке күн. Үлгермейміз түсініп те байқап та, кейбір сәттің нағыз бақыт екенін дейді. Өз әйеліңмен билеп жүрген бақыт сәттіңізден айырмасын аға құдай қаласа. Қуанышыңыз құтты болсын деп қояйық той иелеріне. Ойбай аға, қанша жыл болды үйленгенге? 35. 35 жылда 35 секундқа жетпей терлеп кеттіңіз бе сіз жаным? 35 жыл қалай чыдап жүргенсіз жаным? 1 минутта терлеп кеттіңіздер. Енді қуаныш құтты болсын. Әр командадан тағы да шығарам, сергіту сәтін жасаймыз. Так, бізде коллектив бар, бауырлар бар. Давайте, бауырлардан бір пысық бір ойын шақырып беріңіз. Қыз жігіт разница жоқ? Бекжан. Бекжан. Бекева келіңіз. Ассалаумағалейкум. Таксистсіз ба? Шаймаш. Так, больница ғой да? Больницадан пысық бір ой, давай. Партияға қаратағанда кружок ашылған ба, не білемін? Бейді өлтіріп атсыздар ғой? Кім бар? Так, больницадан. Ал, Құралай, жүріңіз.
еламан достарына шит айтса, аңсаған подружкаларына шит айтса бір қыз керек. Кім? Бота, жүре ғой. Қайсы? Бас деген кісілер уже бата беріп отыр ма жоқ? Молодец, жүре ғой қалжың айтып. Электросетің стол ма? Ой, сізден. Can, келді, ha? Кетші, айдыз. Сендер столдарың уже толтық кетті ғой жөнді. Әр жерде бірден қапсызым. Кім ба? Әпсал. Папаң достар ма? Құдалар ма? Сәтім. Қалпаған жоқ па, біреуден шықпа, кімнен шықпай қалды? Бәрінен шықты ма? Мәсіз ғой, жай сұрақ қойып отырмын мен. Сұраққа күліп атсыз, да? Мұрат қақпалды дейді. Бажасы ба ағам, келіңіз аға, дұрыс. Келіңіз, қол соғайық. Қай бір жетісіп атыр дейсіз аған. Бір таңа берді құрғол кетіп қалмасын деген айтыр бір еңі. Орнына бірден алып кетсінші деп аға тәте болды, рахмет. Тойды көтеруге шыққан қонақтарға қол соғайық, бір қадым кішкене алдыға шығып алыңыздар. Бір стол алып жүрекші, пожалуйста. Бір стол. Бір стол. Тез. Кейбір қомағай кісілер бар екен, екіден алып шығып. Алдына шығайық, орындыққа не болатын ештеңке жоқ, орындыққа қарамай қойсаңыздар. Орындықтың алдына өтіп көріңіздер. Отырмаймыз. Ортада билейміз. Әнге переход болады, басқа әнге ауысқанда бір кодовый сөз айтылады әнде. Сол сөздегі зат болмаса, или адамға болуы мүмкін, соны тауып көру керек. Жақсы ма? Кеттік, маэстро, танцуем! Қалтамызда 5000 теңге. Сенікі 2 жарым теңге ғой. Кім қақпалды? Ой, тәтен 5 теңге өшірді де қаталар еді. Ақпек жақтаған бар сұрақ қойыңыз. Қол соғайық. Біріз. Танысай, есіміз? Гүлмира. Кім болып келеді? Аңсаған нағашысы. Аңсаған нағашысы дейді. Жезейін, қой бастап, 3 пакет сиет, апа. Кузовна 3 пакет сиет. Қол соғайық. Молодцы. Дальше. Берге, анан Кока-Кола екенін дәлелдесің біз. Ережан, молодец. Больница, коллектив қосуға. Орнына қоясыңыз. Қазір ашпаңыз, рубия тәте анда. Рахмет. Но как раз сіздерге керек зат. Как раз. Укол сақ қоясыз жәнімді. Ұра білеміз. Так, бар ғой бәрімізде. Kendine
uzak izleysin. Bismillah. Oy bu canım. Kokusiz akısı aşılmağını izleyipsiz de canım. Молодцы, қол соғайық. Настол өз бірден ішіп отырсыздар ма сіздердің суларыңды ашылмап кеткендеріңіз? Қол соғайық, бажасына. Ал? Кім? Бала шағалар. Естіңіздер ма? Бала шағалар насын дейді құдаша. Өз-өзіме жауап бере алмаймын дейді. Мына жерде байымыз отыр екен деп наглеть етпеңдер деп тұр. Давайте, кеттік танцуем, бәрімізде су бар. Ой, бұл Айбек тірілейін деді ғой сізден. Сен ой, бұл. Кеттік, майыстыр. Алға біле, біле құрдасın. Тойға келген құдашалар қарап тұрмасын. Оңға біле, солға біле, білесің бәрі. Білеп тастасыншы жас білер кәрі. Ара бай, 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 бай. Ара бай, бай. Ауылға келші жаның ол десең, сүйіктім десең. Жылдыр көйле. Жылдыр. Естің. Жылдыр көйле. Сен неге келесің? Мынау көйлек басаған, мынау көйлек басаған. Жылдыр. Не істеп жатсыңдар? Алдың отырғызу мақсат па соны? Әкесен болды емес па? Алдың отыр деп өліп барады. Мына қыз жылтырға қандай? Мынау апа көйлегі емес, ал жылтыр кофта жан. О, құдайым. Сен молодцы, Айбек қошып кеткен. Сен әлі үмітпен дейсің ба мен? Үмітсіз шайтан деген сені кесіп отыр. Міне қол соғайық, достар, молодцы. Жан, міне. Құдай, сен президентті енді үйрендің міне. Жүре үйренесің міне. Иесін тапты мынау құдай қашан. Как раз өзір алдар көшеден бай сияқты. Ерлан ей деп кеп тұрасың. Көбесең. Молодец, жылтыр көйлектер, молодцы, қол соғайық. Ең әдемі киініп келген қыздарға қол соғайық. Так, финалистер, танцуем, поехали! Kaçırıp otasam yargıla Seyalanla sen geldin dostala Kaçırıp otasam yargıla Seyalanla Oylar iPhone'un 17 tuşlarını Otur. Can, тоқтай тұр. Құдаша кет қама. 17 ма көріп алайық. 17 кен. 17 кен. Құдаша молодцы. Қол соғайық. Кім өкілі дейсің? Акусяң әпкесі Әсел. Акусяң әпкесі Әсел. Рахмет. А теперь финалистер. Үшінші орынға таласу. Бауырлар бар. Коллектив Ерлан аға бар. Ерлан достар бар. Мейлі таз болса да, ақша саз болса да. Sarılım Tağır basarmay ма әлде жаным Тоқтар. Көкөз, сіз Ерлан достарын ішінен істеп отырсыз. Көкөзсіз. Кім доссыз? Бауырлан дейді. Беріктің бауыры. Жоғаным, сен Ерлан достарын ішінен тойлап отырсыз. Молодец, кен. Қол соғайық. Так, есть такой. Кім аға? Беріктің бауыры. Жалпы Беріктің бауырлар сондай болып тұрған. Берік ағам өзі аман ба айтып жүрмін. Қол соғайық, рахмет. Ағалар. Рахмет. Өсірің столыңды толып отырып өтер жүрмін. Осы сөзің жүрмей қалып өткесін. Кел. Жалпы өзіңіз сөйлеуді ұстағасыз жерінің жиында. Қайтып барып отырып отыр. Молодец.
95'lerin arkadaşlar. Kettik. Üçüncü orun. Kollektiv. Kettik поехали. Бауырлар против достар. Екеуің туысқан емессіңдер ме? Кәм бейнерің өскенде бір жерден шыққан беймін жаным. Бір жерде скидкамен ағасындар ма? Давай финалистер ұқсап беріңдер. Маэстро жібер ал. Тоқтар, сен қай келінің басын шешіп келдің сен? Мына талай қайнаға көрдім, келінің орамалын жазып алған. Бұлар пәшімен алып кетті, мен естедім көкел жаным. Молодец, сендер жатам. Шықпайтын оларың бақты болар, шықпайтын. Так, екінші орын, достар. Молодец. Да, орамал тағып жүргенім болды жаным. Андағын мен қой, оранмасаң болады ғой дедім. Қосағай, бауырлар, бірінші орын, победа! Ең үлкен сыйлық, оны неменеге міндет тұттыңыз? Ең үлкен сыйлық осыған беріп жатырық дейді. Бірдеңе намек қып жүр келінен, өзім шешіп алдыратын. Ең үлкенін бердім деді. Үлкен ас тамақтарды тең, тамақтың үстіне мен сіздер дәуірлемейді, тағы бір мәрте барыс призді үлестіріп жіберейін. Ерекше қонақтарды ортаға шақырым келіп тұр. Мен қонақтардың төртісін, или бір келетін дүниесін айтайын, сіздер сондай қонақтар болса ортаға шықсын. Ән айтала алатын бір қонақ келсін. Маэстро, кеттік. Қай командадан бірінші? Ән айталатын бір қонақ. Маэстро, поддержка. Екеуміз жүргенбіз ортада суықта, жаным Сырдария самалын ұмытпа. Апаңның үйіне мінгізіп бірге. Кән, екеуіңіз бір командадан ұра бересіңдер ме жаным? Нағаштылар, бар ма? Уже поздно, апа кеп ал. Кеп ал, пойыз ушел. Қазір көреміз. Онша емес болса, асырып айтып отырсан. Нағаштылар, ән, бірден, қандай? Осыма? Любой айт. Балауса қыз едің бұл күнде, шашыңды бантик байлаған, өзгеріп кетіпсің бұл күнде, көркіңе көз таса бойлаған. Қоста болғым келмейді, қанатым бар күмістен жаратылған. Can, көкім, малы. Кән, прям действительно ештеңке болғысы келмей тұр ғой. Болғым қой. Әлемнің жарығын сыйладың сені маған, даланың әр гүлін қимадың сен маған, сен берген қостардың қанаты самғаған, балалық құштарым өзіңе арым. Рахмет. Жас едің өмір еркін ойламаған, өмірдің не боларын ойламаған. Қосылайық. Ән айталатын қонақтар. Тойдың тойбастарын айтқан қонақтарға қосылайық. Молодцы, рахмет. Нағашым, Жан, аман бол. Нағашысы. Не істеп жатсыңдар? Келісе алмай жатсыңдар ма? Бері. Үлкен бер. Ағаңа не бересің? Жаңа ең үлкен осы кісіге беру керек еді ғой сен жаңа. Кеттік, молодцы. Әнші қонақтар. Рахмет. Прическасы күшті бір еркек адам дес. Прическасы күшті еркек адам. Шаршама тек шаршама, аяқ қолың таусама, жоғының бір бейне
жақсы өзі білетін өзі кім. Мен күшті дегенде келе берсін. Просто приз беріп кел. Кел шама. Жігітке күлімді, жігіт қызды сөйлесін, көңілімді байқай, әнді шырқабайды. Жоқ, мен бұл кісілерді шығарған жоқпын, дұрыс қой. Мен біреуді ұнижат кетті, тамада бірдей деп жүрмедім. Мен біреуді барып жетелік бердім ба, өздері кетті жанына шейін. Прическасы ең күшті қонақтар осылар ма? Көке, сіздікі видеоға кішкене келеткен таксин жанында. Сіз кім болып келеді? Мен Ерланның нағашы ағасымын. Нағашы ағасы. Мен Әсекеңнің әкесі. Кімнің? Әсекеңнің әкесі. Әсекеңнің әкесі. Нағыз құда. Прическасы ең мықты қонақтар. Қол соғайық. Әсекеңнің бабасына не береді екен Әсекең? Жаным шей, молодец. Қол соғайық. Рахмет. Ысқыра алатын бір әйел адам дейсіз. Кел. Ой. Молодцы, ысқыра алатын әйелдер. Қосылайық. Кім болып келеді? Жаным, тота, картошканы жеп алған. Күйре болып отыр. Кім? Абысының ғой. Абысының болып келеді, жаңа шықты. Бөле абысын да? Кет, ысқыралатын деді, дәлелдейміз. Қосылай ма? Өзің білсең. Давай. Қай жыл бар? 95. 95-тердің ысқырығы мынау. Ойбай тәте, сәлеметсіз, кім болып келеді? Руфия тәтең сіңлісі. Нағашы, кеттік ал. Ойбай, апа. Жан. Карриға деген крем әперіп жүрмей ертеңсіз. Кеттік ал. Стоп. Қайтада, апа, қайтада. Апам бейді ысқырғылаған. О, Ахметтен естіліп тұр ғой кәдімгі. Молодцы, да? Бұлар кімдер? Бұлар күйеуін өзі шығарбағандар дайын. Молодец екен. Қосуға. Апа, есеп құтты болсын апа енді. Айбек тауып аласыз апа енді құдай қаласа. Айбекпен хабарласасыз апа, тәңірші. Қалай не істеу керек? Айбек түсіндіреді бәрін апа. Досың болғым келеді, досың болғым. Доссыз өткен өмірдің босын көрдім. Жазсам деймін өзіңді қатарына, жүрегіме жазылған есімдердің дейді. Жүректің төріне есімдер алтын әріппен жазылып, 5 күн жалған өмірдің сән сыйластықпен келтірген, достық деген жақсы ұғымды күн сайын жарқыратып жүрген қадірлі ұжымдастар бар. Осы кісілер ағайыннан артық болмаса кемдік қылып жатқан жоқ осы тойдың жақсы өтуіне. Және қадірлі көршілер қауым бар. Көршім қайда бір нанды бөліп жеген, дастарханда шырқайтын көңіл өлең. Есігін қақпай кіріп тар үйінің, отырып жүрмін әркез төрінде мен. Сыйластықпен өтуде өмір деген дейді. Сыйластығы жарасқан сымбатты ұжымдастар. Руфия тәтеміз бен Ерлан ағаның ұжымы және көршілер Ахмет аға жұбайы мен Нұрлан, Дастан, ата талған аталмаған барша көршілер, ұжымдастар, маэстро музыка баяғы. Boş
Рахмет. Қош келдіңіздер, қадірлі ұжымдастар, қымбатты көршілер. Тоқымын қағып жүріп, көңілін тауып жүріп, Құдайдан қатар сұрап жүріп, күнде бір дастан әлгі коллективтің күнделікті жайында күнде сұрап жүріп жеткен қуаныштарыңыз құтты болсын. Тойға жиналған тойшыл қауым. Мына бүгін біз Берік пен Руфияның жақсылығына ортақтасып келіп отырмыз. Біз Руфияның ұжымдастарымыз. Руфия 8 сағат жұмыста болса, біз сол 8 сағат Руфия мен Беріктің тілеуін тілегенбіз. Үлкен киелі жер емханаға қаншама адам келіп, қаншама адам кетеді, соның бәрінің тілеуі деп ойлаймыз. Біз емханадан бір түйме тауып алсақ та Руфияға апарып беретінбіз. Сенің Ерланың мен Аққошың кішкентайлы болсыншы деп, бір жерге тойға барсақ, сол тойдан бір ойыншық болмаса бір сыйлық алсақ Руфияға апарып беретінбіз. Біз алдық қой, енді сенің немерең апарып берші, сен немерең болсыншы деп. Адамнан бір, Алладан бір сұрап алдық дегендей, Руфияны жалғыз өз тілеу тілеген жоқ, біз қоса тілеу тілегенбіз осы. Аққош пен Ерлан кішкентайлы болсын деп. Алла тағала тілеуімізді қабыл қылды. Ерлан мен Аққошымыз кішкентайлы болды. Руфияның төбесі көкке, екі елі жетпей қалса, емхананың қыздарының төбесі көкке, бірақ әлі жетпей қалды. Себебі бәріміздің тілеген тілеуіміз қабыл болды деп. Сондықтан мына кішкентайларының жастары ұзақ болсын, Берік, Руфия. Сендер осы өздеріңнің балаларының қызығын көріңдер. Ерлан мен Аққош өз балаларының қызығын көрсін. Әйтеуір апасы мен атаның баласы деп, сендерді дәнекерлеу шығып, дәметтіріп қойса болды, сол балаларыңды жетектеп, мектепке апарып, сүндет тойын жасап, жасқа толған тойын жасап шапқылап жүре беріңдер. Осы отырған бәрілеріңізге денсаулық тілейміз, амандық тілейміз, әр шаңырақта жақсылық болсын. Бәрілеріңізге осындай жақсылық бастарыңызға келсін. Аман болайық, тек тойда басымыз жолықсын. Ал енді мына құрметті салға жиналған көпшілік қауым, үлкен кіші, бүгін мына Руфия мен Беріктің кішкентайының өмірге келген қуаныштап келіп отырмыз. Руфия, Берік, мына кішкентай немерелеріңнің жасы ұзақ болсын, дені сау болсын. Жаңа Сәуле айтқандай, біз көрші атынан сөйлеп отырмын енді. Біз көрші боламыз, қарама қарсы. Берік пенен Руфия екеуі жалғыз осылар ғана тілеген жоқ тілекті. Көршілері де осы Аққошқа Аққош жылады, Аққош бітті дегенде, жылама, Құдай ұзақшыл. Аспаннан 90 түрлі жауса бәле, сонда да күдер үзбе, бір Алладан деп. Алладан күдер үзбесең, береді Құдайым деп сөйтіп айтатынбыз, басу айтатынбыз. Аллаға шүкір, бүгін мінекей бір басы екеу болып Ерлан мен Аққошың мінекей өсіп өліп отыр. Өркені өссін, өрісі кеңейсін, дендері сау болсын. Енді сол кішкентай немеренің артынан тағы да немерелер ере берсін. Аллаға шүкір, балаларымның қызығын көріп, екеуіміз бір жастықта қартайыңдар. Әрқайсысы өз бала шағасының қызығын көрсін. Сендер өз балаларының қызығын көріңдер. Біздің тілегіміз сол. Бұл халықтың баласы. Мына өмірге келіп отырған Мұхаммедтің сол халық сұрап әперген. Сол енді аман болсын, дені сау болсын, еліне елеулі, халқына қалаулы бір жақсы азамат болып өссін. Біз тілектеспіз. Аман болсын. Құрметті той қонақтары, бүгінгі тойларыңыз құтты болсын. Берік, Руфия, Ерлан, Аққош, көп рахмет тойларына құрметтеп шақырып жатқандарыңа. Мына кішкентай балапанның жасы ұзақ болсын, бата тілектер қабыл болсын жаным. Ал құрметті тойшыл қауым, мына бүгін Бекең мен Руфияның көптен күткен қуанышы еді міне. Қуаныштарың құтты болсын, немерелерің бау берік болсын, атына сай өзі Қазақстанның жақсы бір азаматы болып өссін, үйлерің жанға толсын бұларың. Осындай қуаныш үйінен кетпесін, артынан кішкентай інелері, қарындастары еріп, үйлерінде әрқашан осындай жақсылық той бола берсін.
Ассалаумағалейкум ауылдастар. Ерік Руфия бүгінгі қуаныштарың құтты болсын. Балапандарың бауы берік болсын. Үлкен бір азамат болсын. Бағының бері осы ел жұрт айтып жатыр ғой. Ататбек сопатаның қабыл болсын, дені сау болсын. Артынан іні қарындастары ілесе берсін, жолы ашық болсын. Тек қана жақсы қуаныш тілейміз. Ассалаумағалейкум, құрметті тойшы қауым. Берік аға, Үрфиятте кішкентайларыңыздың мына той құтты болсын. Жастан жасқа жете берсін. Мына үш ауылдан үш кісілер сөйлетейік деп тұр. Біз Ерлан ұжымдан Серікбайға Сарзаздың атынан, Санжар главный инженер Нарықұлының атынан, Шәркөлден Аяужан деді сөйлейді. Ассалаумағалейкум, тойшы қауым. Неге Үрфия мынау кішкентай немерелерің бауы берік болсын, өмір жасы ұзақ болсын, атына заттай, осындай бір үлкен азаматта болсын. Той құтты болсын, той тойылмаса келсін. Ассалаумағалейкум, құрметті тойсойыр қауым. Бүгін расымен де Ақтөбенің қарны жарылған керемет үлкен той болып жатыр. Бұл жерде біз Ерланның әріптесіміз. Ерлан аузын ашса жүрегі көрінетін ақкөңіл, аңқылдап қалған жігіт, жеті қырлы, бір сырлы әріптесіміз. Бұл жерде бүгінгі күнде жиі айтылып жатқан, ұзақтан күткен той деп бекер айтылған жоқ. Енді сол кішкентай Ермұхамбеттің артынан іні қарындастары ере берсін. Тек бақыт, жақсылық, береке болсын осы шаңырақта. Құрметті тойшыл қауым, бүгін Ақтөбенің қарны жабылған күн. Аға тәте, қуаныштарыңызға ортақпыз. Көптен күткен қуаныш. Ерлан, мен енді біз бәленбай жыл болып жұмыс істеп келе жатырмыз. Бір жағы баламыз да Ерлан, өзім жақсы көрем. О, кішкентай. Ал енді, әрине енді ол біздің коллективтің арасындағы сыйластық қой, бір-бірімізге деген құрмет. Кішкентай азаматымыз, кішкентай балапан, бір үлкен бір азамат болсын, дені сау болсын. Сіздерге береке әкелетін азамат болсын, артынан үбірлі шүбірлі болып, кішкентайлар ере берсін. Лайым шаңырақтарыңыздан қуаныш пен бақыт кетпесін. Алла тағалам сіздерге бақыт береке беріп, заманыңыз тыныш болып, осындай жақсылықта кездесіп жүре беруді Аллам нәсіп етсін. Рахмет айтқандарыңыз келсін.
біздің қағидамыз бар. Үйде қалған ағайын туысқа той сарқып болсын, немесе келесі бір жақсылықтардың бастамасы болсын деген ниетпен алдарыңызға тартамыз. Той бастар деп аталады. Бағлан серке марғасқа қой бастайды, қой алдында жануар ойқастайды. Бұрынғының салтымен сері жігіт алдында шаршы топтың той бастайды деп әжелері мәндеткендей, ортаға той бастар алып келіңіздер, әйелдердің бақытты сәтін көріңіздер. Той бастар! Бәрекелді, таласпайтындай, тармаспайтындай, еркектердің алатына әйелдер жармаспайтындай етіп өзара үлестіруге айланып дайындалған той бастар екен. Аз кем уақыттардан кейін той иесінің өздеріңізге құрметтеп шақырғанда сыйлап келгендеріңізге айтар алғысы бар. Көлік қыздыратын уақыт емес, сабыр сақтап, асқа айырғанша аяғына дейін осы тойға құрмет білдіріңіздер. Ал сіздердің құрметтеріңізге той бастар ашып алғанша, той бастардың тамаша әнін жұлдыз құдашаларыңыз орындап береді, қарсы алыңыздар. Өткен күнге отырсың шүкір айтып
Барларыңызға құрмет қошемет. Рахмет. Атана жанын атана болсаң уарсың. Алдыңдағы ол бір биік құзарышың. Балаң үшін тым биікке өрмелеп, балаң үшін тым биіктен құларсың. Атана жанын атана болсаң уарсың. Атаналық пейілмен ағайынкершілік көңілмен алтын бастарыңызды қандай қадірлеп төрінде біріктірген қадірлі той иелерінің де тілегін тыңдайтын сәтке таядық. Бірер минут назарларыңызды ортаға салыңыздар, қолдарыңызды соғыңыздар, қарсы алыңыздар. Берік ағам бастаған, Руфия тәтем қостаған барша ұл қыздары мен той иелері. Жасыл жайлау көкті кілем, көк кілем, көк кілемде көп аунаймын. Көк кілем маңдайымнан сыйпап өткен самалды қазағымның атана деп білем. Қайда жүрсем атамекен, өтегенде жатамекен, күннің өзі ұясына қимай оны атамекен. Жасыл жайлау төкті кілем, Той иелері. Ермұхаметтің бесік той қалай өтті? Ей жандарым. Мына бүгін біздің әулетімізді сыйлап, ат уақтарыңызды бөліп келгендеріңізге мыңдап рахмет. Тойымыз той болмасын. Осылай жақсылық бәрімізге әр шаңырақта, әр үйде болған аталар нәсіп етсін. Тек қана қуаныш жақсылық болсын. Бұл біздің Ермұхаметімізді көптен күткен қуанышым еді, жақсылығымыз еді. Жаңа мен үлкен кісілер айтып жатыр ғой, ол жаңағы Нұрпекеміздің ғана емес, біздің әулеттің ғана емес. Ауылымыздың, халқымыздың таныған адамдардың тілеген тілеуі еді бұл. Біз ерлармен әкөшен кішкентай болса екен деп. Жетім де оңай емес, бүйтіп қарасаңыздар. Айтуға оңайда. Әлгі адам асықады екен, Алла тағала Құдай асықпайды ғой. Адам асыққанмен Құдай асықпай береді екен. Асықпаған бір нәрестеге, немереге келіп бұл дүниеге қуанып жатырмыз, шаттанып жатырмыз. Тек қана қуаныш, жақсылық болсын. Жаңа айтқан үлкен кісілердің жасын берсін. Айтқан бата тілектері қабыл болсын. Алланың құлағына чалып періште әмин десін. Алтын уақыттарыңыз бөліп келгендерге мыңдап рахмет. Енді осы Ермұхаметіміз атынан ірі қандастар лебесі берсін. Аман болайық, тек қана қуаныш, жақсылық болсын. Әр үйде осындай жақсылық той болсын. Ал енді құрметті тойға жиналған қауым, құда жекжат, өзіміздің ет жақын туған туыстарымыз, бұл жерде ешкім бөтен емес, бәріміз бір-бірімізге жақын. Бәрі жиналып отырмыз. Мына өмірге өзіміздің көптен күткен, Алладан бір сұрап тілеген немереміз өмірге келіп жатыр. Немереміздің жасы ұзақ болсын, дені сау болсын, үлкен бір халықтың азаматы болсын. Сіздердің барларыңыздың берген бата тілектеріңіз қабыл болсын. Енді біз қуанышымызды ортақтасып, бәрі бірге қуанып, сол енді қуанышымызды бөлісіп отырмыз. Енді бұл қуаныш менің құдағиымның да қуанышы. Құдағиымды ортаға шақырып өзіміздің бір сияпатымыз бар еді, соны табыс етейік. Бұл жалғыз біздің той емес, екі жақтың тілеулес болып бір-бірімізге. Сол жақсылық болып жатыр. Тойымыз тойға ұласа берсін, тойымыз құтты болсын, бәрлеріңізге жұғысты болсын. Немереміз халықтың азаматы болсын. Құдағиыма алтын сақина. Ермұхаметтің нағашы апасына алтын сақина. Шіркін, таққандарыңыз алтын болсын, жүздеріңіз жарқын болсын. Таққаны алтын сақина жар болсын, бір бәтима деп қойыңыздар. Мыңда бір рахмет. Тұра беріңіз, құдағи, сонша жерден келдіңіз жанында тұра беріңіз. Ағам екі жағында, екеуіңіз тұрсаңыз қуанып тұрады. Ал балалардан бір ауыз тілек тыңдайық. Ассалаумағалейкум.
көпшілік алтындай уақыттарыңызды бөліп келгендеріңізге көп рахмет. Осындай той болсын барлық үйде. Тек жақсылық болсын. Не деймін? Барлық үйде жақсылық болсын, тек қуаныш болсын. Көптен күткен не бұл? Мен деме ата-апасының баласы. Ал құрметті қонақтар, келгендеріңізге көп рахмет. Үйлеріңіз осындай жақсылықтар көп болсын, тек жақсылықта бас қоса берейік. Біріншіден осы Алла осы жақсылықты көрсеткен, Алладан ғана сұрап. Екіншіден үй ішіміздегі әкеміз бен анаш мамаларымыздың арқасында осы күнге жетіп отыр. Енді 7 жыл бізге үлкен бір сабақ болды деп ойлаймын, Алланың бізге көрсеткен. Соның бәрін жеңіп келген осы Алланың арқасында, және де осы үйімізде отырып бізге мотивация беріп, Ерлан екеумізге әлі болады, шыдаңдар, күтіңдер, тілеңдер деп бізбен бірге дұғаларын тілеп рахметті айтамын. Және де бүткіл халыққа біз үшін дұға тілеген рахметтен басқа айтарым жоқ. Енді Ермұхамед атасы мен апасының баласы ғой. Осы ата-апасының артынан ере берсін. Тек осы кісілердің жақсылығын бізге берсін. Көп рахмет. Және де қайныларыма, абысындарыма рахмет айтамын. Біз үшін бар көмектерін солдық. Ерлан мамасына тартма, папасына тартма деп ойланып тұр ғой жаңа. Көрдім кімге тартқанын жаңа. Сынақтан басқа нәрсе жоғады ғой да. Жаныма шейін бақытты болсын. Құдайдан сұраған не ғой дегендей ғой, сол нелер көбейсін Құдай болса. Өсіп өнсін жаныма шейін. Бауырлардың бір тілегін тыңдайық. Ассалаумағалейкум, барша біздің бүгінгі қуанышымызға жиналған тойшыл қауым. Барлықтарыңыздың келгендеріңізге Алла разы болсын. Сол бізде бүгін ағам мен жеңгемнің, әкем мен шешемнің көптен күткен тойына қош келдіңіздер. 7 жыл деген уақыт енді бұл біреуге көп, біреуге аз уақыт шығар. Сол енді тілеген дұға тілегіміздің қабыл болған біреусі осы болған шығар деп ойлаймын. Ермұхамед өзінің атына заты сай елімізге, жерімізге қызмет ететін азамат болып өссін. Тек қана тілейтінім денсаулық, барлықтарыңыздың үйлеріңізге осындай қуаныш тілеймін, жақсылық тілеймін. Көп рахмет сіз барлықтарыңызға. Ассалаумағалейкум. Бүгінгі тойға жиналған тойшыл қауым, бүгінгі біздің әулетімізде болып жатқан кішігірім жақсылыққа алтындай уақыттарыңызды бөліп келіп жатқандарыңызға көп рахмет. Барлықтарыңыздың үйінде осындай қуаныш болсын, жақсылық болсын.
Соңғы 7 жылда ағам мен жеңгемнің басында небір сынақтар болды. Бәрі Аллаға шүкір. Алланың қалауымен соңы осындай тойға жалғасып жатыр. Той көп болсын. Алла қаласа Ермұхамедіміз елдің қамын жейтін, қазақтың көк туын көкке желбірететін бір сондай халықтың азаматы болсын. Мынау Әділет ағасы екеуміздің атымыздан бір таза қанды тай, Құдай қаласа. Ермұхамедіміз 6 жасқа толғанда, Алла қаласа, сол тай 6 жасқа толады. Тізгін тартып еді Алла қаласа. Құдай сол күнге жеткізсін. Армысыздар, қадірменді қонақтар. Бүгін біздің отбасымызда өте қуанышты, ерекше мерекелі күн. Осындай ақ ниетпен жиналып, қуанышымызды ортақтасып, алтын уақыттарыңызды бөліп жатқан барлықтарыңызға алғысымыз шексіз. Әулетімізге жаңа өмірдің келуі бұл тек қана біздің отбасымыздың ғана емес, барлығымыздың ортақ қуанышымыз. Ең алдымен Алла Ермұхамедімізге мықты денсаулық берсін. Мағыналы өмір, бақытты ғұмыр берсін. Ата-анасының маңдайына біткен жарық жұлдызы болып өссін. Атасы мен әжесінің, әкесі мен анасының әкесіне қуаныш сыйлайтын, үлкенге құрмет, кішіге ізет көрсете алатындай, ақылды, тәрбиелі, білімді азамат болып өссін. Осындай қуанышты мерекеде үлкендерімізден ақ бата алып, аға жаулықты әжелерімізден ақ тілегін есту біз үшін үлкен бақыт. Сондықтан да барлық жақсы айтылған тілектер қабыл болып, Ермұхамедіміздің өмір жолына үлкен серік болсын. Қыз тілеу қор деген қандай жақсы. Қыздың тілегі қабыл болсын жаным. Мыңда бір рахмет. Абысындар, дұшпандар айналайын. Жаным, кесін. Екінші келін кім? Дико деген бір келін қайда. Давайте Диконы бір құттықтайық. Бүгін Диконың туған күні екен. Жаным, жасың ұзақ болсын, қуанышты болсын. Сол ақпан өміріңнің қызық думан кеші бар. Туған күнді жылда тойда несі бар. Бірақ та сен дәл сол күні анаңның толғатқанда жылаған несің ал. Ал әкеңнің мас көкпеліп құлаған несің ал деп еркін ақын. Естен кетпейтін естелікке толы жас болсын, шаңырақтарыңыздан жаттық кетпесін. Той қыласы деген осы, Құдай тойдан кенде қылмасын. Рахмет. Құрметті қонақтар, біздің осындай үлкен қуанышымызға ортақтасып, алтын уақыттарыңызды бөліп, мама папамыздың бір ауыз сөзін сыйлап, осындай үлкен тойымызға келгендеріңізге көп рахмет сіздерге. Сіздердің отбасыларыңызға тек амандық тілейміз, дендеріңіз сау болсын, үйлеріңізде осындай қуаныш болсын. Біз де сіздердің тойларыңызда тек осылай жақсылықтарыңызға ортақтасып шапқылап жүре берейік. Дендеріңіз сау болсын. Ал папа, мама, бүгінгі атқа мінер немерелеріңіздің үлкен тойы құтты болсын. Сіздердің ақ баталарыңызбен, ақ ниеттеріңізбен осы күнге жетіп отырып, аға, қош, атқа ұстар ұлдарыңыздың дені сау болсын. Сіздерге тек жақсылығын көрсететін үлкен азамат болсын, иманды, салиқалы азамат болсын. Тек әулетімізге қуанышын көрсетіп жүре берсін. Сіздер мықтысыздар. Алла көтер алатын адамға сынақ береді. Сіздер мықты болғаннан кейін сіздерге осындай сынақ берді. Сіздер көтердіңіздер, жеңдіңіздер. Соңында міне осындай үлкен тойға жиналып отырмыз. Ағылшымыз көтергенде, біз көтергенде олай қуанбағанбыз. Ағылшымыз босанғанда біз олай қиналмағанбыз. Тек жақсылық болсын. Осы әулетімізде тек қуанышта жиналып жүре берейік. Рахмет сіздерге көп.
құрметті тойға жиналған тойшыл қауым, біздің әулетіміздегі бүгін осындай дүбірлі тойды бізбен ортақтасып, қуанышымызды бөлісіп келіп жатқан баршаңызға мың алғыс, басымызды иіп алғысымызды білдіреміз, рахмет айтамыз. Енді бұл жерде барлығы толқып жатыр ғой, енді бұл той ішінде біз шапқыладық, қанша жүгірдік, осындай той бұйырсын, осылай ат шаптырып той жасайық. Алталаштың басын қоспасақ та ағайынның басын қосып, осылай қуанышымызды бөлісек деген күнді біз өте көп күттік. Бүгін міне Аллаға сансыз шүкір, Алла бізге осындай қуанышты күнді нәсіп етті. Енді бүгін алдарыңызға ас ұсынып, осылай 300 адамды құшақ жая қарсы алған осы Нәтенқол ресторанының барлық бастықтарына, ұйымдастырушыларына, Марат аға мен Айжан тәтемізге, мына жерде зыр жүгіріп қызмет етіп жатқан іні сіңілдерімізге Алла разы болсын, көп рахмет. Алдарыңыздағы астарды тауысып жесеңіздер, ол біздер үшін өте көп құрмет. Сондай-ақ бүгін біреуімізді тыпыр еткізбей, күлкіге қарық етіп, бәріміздің көңілімізді көтеріп, тойды жоғары деңгейде басқарған Медет ағамызға бір қошемет. Барлықтарыңызға көп рахмет. Жаңа айтылып жатқандай, Акошымыз бен ағамыз бізге өте көп сабақ үйретті. Өмірдің не екенін, шын махаббаттың қандай болатынын, адал жардың бір-біріне деген нағыз сезімдерінің қандай болатынын біз Акош пен ағадан үйрендік. Осы Акоштың келін болып түскеніне 7 жыл, маған 6 жыл, осы уақыт аралығында біз өте көп жаңағы жағдайларды бірге басымыздан өткердік, барлығын бірге көрдік. Аға мен Акоштың төзімділігі, сынаққа сынбауы, сабырларының алтындай сабыры бүгін міне осындай қуанышты күнге жеткізіп отыр. Сондықтан да аға мен Акошқа біз ерекше алғысымызды білдіреміз. Әрине, ол жағдайда біздің арқамызда тіреу болып тұрған ол біздің мамамыз бен папамыз. Қандай жағдай болмасын, бізді аяқтандырып, өсіріп, барлығымызды жеткізіп, барлығымызды үйлетіп, күйлетіп, өзімізді жеке шығарып, ақылын айтып отырған папамыз бен мамамызға да алғысымыз шексіз. Осындай жақсылық болады, бұйырса барлығына жетесіңдер, тату болыңдар, бірліктерің ажырамасын деп бізге тек қана ақыл кеңесін айтатын осы папам мен мамама Алла ұзақ ғұмыр нәсіп етсін. Акоштың мамасына ерекше алғыс. Қандай жағдай болмасын, Акошым деп, бір бұл кісі де сынаққа сынған емес, Акоштың арқасына тіреу болып, бір өзі болса да Акоштың қашанда қасынан табылып, Акошты қолдап, Акошым деп, бүгін міне төрлеріңізде осындай қуанышқа куә болып жатыр. Енді Ермұхаметімізге тілегіміз, ол біздің жүрегімізде, дұғамызда, десе де Ермұхаметімізге анасындай көрік берсін, әкесінікіндей бөрік берсін, апасыныкіндей ақыл ой берсін, атасыныкіндей абырой берсін. Төзім менен сабырды сынға салған 7 жыл, кей кездерде еңсені құмға салған 7 жыл, адал жардың қадірін ұғындырған 7 жыл, Аллаға ғана бас иіп шығылдырған 7 жыл, сан сынақпен соққылап тіс батырған 7 жыл, сынақ соңы сый беріп бал татырған 7 жыл, іңгәлаған дауыспен таң атырған 7 жыл. Ермұхамет, сенің орның тым бөлек, ұзақ күттік, сен келетін күнбе деп, атаң апаң, әкең менен анашың, сен алмай жүр, түсім бәлде, өнбе деп. Ермұхамет, сенің орның тым бөлек, бауырларың айналшықтап жүр демеп, кіші папа, кіші мама болғандар көтереді кезек-кезек күнде кеп. Балапан бүлдіршін балам, жыр арнап жазамын саған, ақылды азамат боп өз, біліммен көркейер заман. Жылы сөз жаныңа дәрі, еркелік қалады әлі. Жан жақты өнерлі болсаң, кім бұл деп таңданар бәрі. Әппақ
сыйлайтын елін. Ой жаным, Құдай тілеуіңді берсін. Кімнің әйелі? Ей жаным, болашағың жарқын болсын. Екінші ұл ма, ортаншы ма? Ортаншы Құдайға мұнат деген сияқты ба? Ей жаным, ортаншыны ойламай қойсаңыз да болатын сияқты ғой жаным. Осы тыныш болсыншы дейтін сияқты наоборот. Жандарыма шейін, қуаныштарыңыз құтты болсын, молодец, той құтты болсын, той қыласын. Аман болыңыздар. Құдай сіздерге қадірлі қарттық берсін. Атымтай жомарттықындей мәрттік берсін. Ұл берсе намысына сақ берсін, қыз берсе ақ ұлпадай ақ берсін. 5 күн жалған өмірде ұл мен қыздің бақытын 4 ел маңдайына шақ берсін Құдай қаласа. Балалардың бақытын көріңіздер, рахатын көріңіздер. Қызығын көр деп бата беріпті үлкен кісілер. Содан ұлы мен келінік бөлмесіне кіріп қыран топан болып ұрысып жатқан ғой. Сөйтсе апам отыр дейді, қараңға қарай, қызығын көр дегенше рахатын көр десе болмай ма екен? Қызықтың да түр-түрі болады екен ғой деп. Құдай балалардың рахатын көрсетсін сіздерге. Өсіп өніп, көгеріп көктеңіздер. Төріңде Берік ағамдай ағаң болсын. Қасында Руфия анамыздай анаң болсын. Бір айтқаныңды кетпей қылып жүрер осы үйдің балаларындай балаң болсын. Ақылды ұлдарының етегінен ұстап жүрген келіндер қайдан ғана жаман болсын. Құдай қалап Алла тағала нәсіп етсе, ер Мұхаммед май көтерім болып, артынан әр жыл сайын біз танымайтын адам келсін. Балалардың қызығын сіздер көріп, пенсияның қызығын солар көрсін Құдай қаласа. Той келеді! Шаттықта, есендікте, саулықта, өтсін өмір жылдарымыз толы болып байлықта, бақытта, шаттықта, есендікте, саулықта, өтсін өмір жылдарымыз толы болып. Рахмет, қуаныштарыңыз құтты болсын. Келін атың мен? Акөштің түскеніне 7 жыл, менің түскеніме 6 жыл, көрмегеніміз жоқ дегендей болсын. Келер жыл санауларда да көретін жақсылықтарың көп болсын Құдай қаласа. Аман болыңыздар. Бақыт қонып үлгерсін, бар қызықты бір көрсін. Кім қуанса бұл күні, дәл осындай күн көрсін. Інім деп құрметтеген барағаса, бойына сіңген әркез адаласы. Сіздермен 3-4 сағат бірге болған Албан Алжанның медет деген тамадасы. Сіздердің жақсылық қуанышта жүздескенше аман сау болыңыздар. Әр нәрсені батамен бастап, батамен аяқтаған қазақтың баласымыз Балғабай аға тойдың ықылас батасын берсін деген пәрмен берілді. Білек көтеріп, ниет қылып, жақсылықта жүздескенше аман сау болайық. Егдайым олмасын, керек олмасын. Дендеріңізге саулық берсін, бастарыңызға байлық берсін. Мына өмірге келген кішкентай нәрестеміздің өмір жасы ұзақ болып, Берік пен Руфия аңсаған армандарына жетті. Ұл қыздарының солардан шыққан немерелердің қызығын көріп, ойнап күліп, сол немерелер сендер үшін аман болсын, сендер сол немерелер үшін аман болыңдар. Аумин Аллаху акбар. Арда тағайын, бұлбұл болсаңыз тордан, жолаушы болсаңыз жолдан сақтасын. Аман сауықта жүздескенше, қош сау.